عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. Абдулла ибн Умар, Алла тағала әкесі екеуіне разы болсын, риуаят еткен хадисінде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам негізінде адамдар мініске жарайтын біреуін әзер табатын жүз түйе секілді дейді. Бұл хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамдардың көпшілігінде кемшілік нұқсан бар, олардың арасында кемелдікке жеткен не оған жақын жандар аз екенін хабарлаған. Яғни олар көп көрінгенмен арасынан жүк тасуға, мініске және сапарға жарайтын түйе табу қиын бір қора түйеге ұқсайды. Сол секілді адамдар да өте көп. Бірақ олардың арасынан білім беруге, пәтуа сұрауға, имамдыққа қоюға, үлкенді-кішілі басшылық қызметтерге тағайындауға, не маңызды бір тапсырмаларды жүктеуге жарайтын адам іздесең, оларды дұрыс атқаратын біреуді табуың қиынға соғады. Бұл өмір шындығы. Расында да адам болғаннан кейін адам баласында әділетсіздік, надандық секілді сипаттарда орын алады. Ал бұл әділетсіздік пен надандық кемелдікке жетуге кедергі жасап, кемшіліктер мен нұқсандарға себеп болады. Сол себепті шайтанның азғыруынан сақтанып, Алла тағаланың бұйырған бұйрықтарын орындап, тыйым салған тыйымдарынан сақтана білу қажетпіз. Және де бұл хадистің түйінінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамдарға, халыққа пайдалы болуға үндейді.